12 жасқа толған балаларға арналған. Армысыздар, қымбатты көрермен, эфирде Үшбұлақтағы серуен хабары сіздермен бірге мен Аружан Мақсатқызы. Бүгін Үшбұлақ жағалауында филолог, ұстаз Салтанат Жұмабекқызымен сұхбаттасатын боламыз, серуендейтін боламыз. Қош келдіңіз. Жалпы бүгінгі көңіл күйіңіз қалай? Енді мынау қар аралас, қараша күзде сізбен Үшбұлақта серуендеудің өзі бір бүгінгі күннің бір тарихи сәті, елеулі оқиғасы болайын деп тұр. Сондықтан көңіліміз бүгінгі алғашқы жауған ақ қардай әппақ кіршіксіз. Енді таңды әппақ кіршіксіз қармен қарсы алғанымыз белгілі. Жалпы енді өзіңізге жылдың қай мезгілі жаныңызға жақын ұнайды? Адам баласына әр күннің берер несібесі, әр мезгілдің тарататын шуағы, қуаты молынан ғой. Сондықтан да қыстан да жақсылық көруге болады. Көктемнен жаңа леп, жаңа өмір, жаңа тынысты байқаймыз. Жаздың шұғыласы, сәулесі ол өз алдына бөлек. Күзден енді, күзде сағыныш бар, күзде молшылық бар, күзде жеміс бар. Бірақ ең бастысы әр мезгілден бір жақсы дүние көре алу керек. Бірақ менің өзіме осы күзде туылғаннан кейін ба, жалпы күз мезгілі, оның ішінде қазан, қараша айлары ерекше жақсы көретін айдың бірі. Сондықтан бүгінгі мынау сұхбатқа келіп, сізбен сұхбаттасып отырудың өзі тегін емес шығар деп ойлаймын. Иә, мен де қуаныштымын. Жалпы өзіңіз туған жерге жиі барып тұрасыз ба? Студент күнімізде осы әр каникулда асыға күтіп, туған жерге қарай асығып тұратынбыз. Енді мынау қазіргі үлкен өмірге қадам басқаннан кейін, өзіміздің отауымыз бөлек шағын кіші мемлекет болғаннан кейін демалысты орайластырып, жылына бір рет туған жерімізге тыныстап, ауасымен демалып, тауына шығып, қырына баруға тырысып тұрам. Енді Жетісу жерін өздеріңіз білесіздер, таулы аймақ, жазда өзіміздің Әулиеата жері жаңағы ыстық, қайнаған ыстықтың тура ортасына келеді ғой, шілде айында. Сол кезде туған жерімізге барып, сол жақтан тыныстап, қымызын ішіп, демалып қайтатын кездер болып жатады. Енді ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға дейміз ғой. Енді өзіңіз ұстаздық жолды таңдадыңыз. Бұл салаға жалпы қалай келдіңіз? Мен бала күнінде атам мен әжемнің тәрбиесінде болдым деп айтсам болады, үйдің тұңғышы болғандықтан. Біздің әулетімізде жалпы ұстаздар әулеті. Әпкем де, одан кейін анам, әкем, барлығы осы білім саласынан жырақта емес, осы білім саласымен, ғылыммен, өмірін мектеппен байланыстырып келе жатқан ұлағатты ұстаздар. Әкем тарихшы, анам химия, биология пәнінің мұғалімі. Сондықтан сол кісілердің жолын жалғап, басында өзім осы 6-шы сынып оқып жүрген кезде, енді бір күн жаңағы экономист боламыз, бір күн журналист боламыз, бір күн басқа мамандықты таңдай бастаймыз. Бірақ өзімнің осы қырымды байқаған ұстаздарым Күлән Қадыржанқызы, одан кейін мектептегі Жәмила деген ұстазым болатын, Жәмила апай. Сол кісілер әдебиетке деген құштарлығымды, қырымды байқап, сенен болашақта жақсы әдебиетші шығады, жақсы ұстаз шығады деп, осы әдебиетке баулған жайы бар. Сондықтан мен жаңағы қызығушылықтарымның бәрін басқа деген көңіл елең алаң болып жүрген мамандықтарға қызығушылықтарымды сырып қойып, осы ұстаздық жолға келуіме ықпал еткен сол кездегі ұстаздармен ата-анамның үлесі зор деп айтсам болады. Енді өзіңіздің ұстаздарыңыз кім? Бұл өмірде әркім бізге әр күн сайын ұстаз болуы мүмкін. Себебі сіз алдыңызда отырған баланың жай ғана бір жылы ілтипатты сөзінен жаныңызға бір медет сыйлайтын, сол бір көңіліңіздің құштарлығын жаңағы басатындай
бір үлкен сезімге, әсерге бөленуі мүмкін. Сонда мен осы бір жақында ғана бір оқиға болды. Өзім бір көңілсіз отырғам, сабақтан қайтайын деп, оқушылардың бәрі қайтып кетті. Бір уақытта қарасам, жаңағы бір орыс сыныбында оқитын Никита деген бала сабақ біткеннен кейін менің жаныма келіп, мен сізді жаңағы сіз баратын аялдамаға дейін шығарып салсам деп, жаңа 4-ші сыныптың оқушысы айтып тұрғанда, ол сенің көзіңдегі жаңа ұшқынды, не болмаса көңіл күйіңді байқап тұрғаннан кейін, ол баланы қалай сен өзіңе ұстаз тұтпайсың? Себебі ол сенің көңіліңдегі бір кіршіксіз дүниені, не болмаса көңіліңдегі жаңағы қуанышты, мұңды байқап тұрады. Ал күнделікті өмірде жолығып жатқан әрбір жақсы ақылын айтып, жаманнан жирендіріп, жақсыға үйретіп, бір ғана сөзмен бүкіл сенің өміріңе өзгеріс алып келіп жатқан көптеген адамдарды менің өміріме ұстаз деп айтуға болады. Ол ұстаздарымның бірі, ол менің әжем мен атам. Себебі ол кісілер мені осы кішкентай кезімнен салт дәстүрді бойыма сіңіріп, тал бесіктен жер бесікке дейінгі тәрбиені барлығын жаңағы қамти отырып бізді тәрбиелегеннен кейін, ол кісілерді қалай біз ұстаз деп айтпаймыз. Одан кейінгі уақытта мектепке келген, әліппе үйреткен, әріп танытқан ұстаз, ол кісінің де өзінің бір бөлек болмысы бар. Ол кісілердің қазірге дейін алдынан өтіп, алдын кеспей жүру, сол кездегі бір ұстазға деген бір құрметтің бөлігі болып табылады. Қазір де өзім жанында жүрген әріптестерім маған ұстаз, достарым ұстаз. Өйткені көп жағдайда біз адамдар кеңеске, жақсы сөзге, одан кейін өзіміздің шешім қабылдайтын кезде бір ақылға мұқтаж болып жататынымыз ол анық. Сол кездегі достарымның ақылы, кеңесі, одан кейін айтып жатқан жақсы сырларының өзі бір ұстаздық, оның ішінде жанашырлық, өсиет, кеңес деп білем. Сондықтан өмірдегі ұстаздарым көп менің. Енді күнделікті тәрбиелеп жүрген ұстаз, ол бізді мынау күнделікті оқитын, қолымызға алып жүрген кітаптар, даналардың мынау дала заңын бізге насихаттап айтып кеткен ұстаздарымыз. Адам бойындағы қандай қасиеттерді бағалайсыз? Адамның бойында, адам баласы болғаннан кейін түрлі қасиеттер қалыптасып қалады. Олны орта қалыптастыруы мүмкін, ол туа пайда болуы мүмкін. Бірақ көп жағдайда Абай айтқан ақ қағаздай болмысымызға замандастарымыздан ығысып бізге қарай жұғып жатады. Бірақ адам бойындағы ең бір әрқайсымызға керек дүние ол шыншылдық. Кейде мынау өнер адамдары бір оғаш кетіп жатқан қылықтарын айтады. Менің ол сахнадағы образым, мен өмірде басқамын деп. Ал шынтуайтына келген кезде өмірде де, өнерде де қай салада болмасын, болмысыңды сақтап қалып, адалдық, шынайылық, сонымен қатар мынау адамның ішкі болмысының тазалығын сақтайтын болсақ, біз бір жақсы, үлкен, таза қоғамда, таза ғаламда өмір сүретін едік. Енді интуиция деп айтамыз ба, көп жағдайда адамдардың бойындағы жасандылықты байқап қалатын болсам, сол адамдардан қашық жүруге, сол адамдардан алыс жүруге тырысам. Себебі білмеймін, кейде болады, мынау Сәкен атамыздың өлеңі бар ғой, сыр сандықты ашып қара сырласым деген. Тек қана кейде жақсы сенің қабілеттерің үшін, жақсы қасиеттерің үшін күнімдік айрылмас дос болып қалатын, сенің жаныңда жүретін, бірақ мынау басыңа бұлт үйіріліп, кейде көңіліңді бір күңгірт шалған кезде алыстап кететін адамдар, олардың бойында жасандылық бар деп айтпай енді не дейміз? Сені бар болмысыңмен қабылдайтын, сонымен қатар сол қоғамға қарай бейімделіп, замана ағысына қарай жаңағы көшінде жүрумен қатар өзінің болмысын сақтап, шыншылдықты, тазалықты, адалдықты насихаттап жүрген адамдарды кім сүймесін, тек қана мен емес, оны барша адамзат қолдайды, барша адамзат жақсы көреді, сол жанға қарай асық болып тұрады деген ойдамын. Сондықтан бойымызда тек қана
жақсы қасиеттер қалыптастыру үшін енді көп жұмыс істеу керек қой. Адам деген бір зерттелмеген материк, бөлек бір құрлық секілді. Өзімізді өзіміз тәрбиелеп, өзімізді өзіміз алға қарай жетелеу арқылы, күнделікті өзімізге есеп беру арқылы, таң мезгілінде Аллаға шүкір айтумен бастасақ, кешке қарай менің қай қателігім мынау бүгінгі хабардың барысында болмасын, не болмаса бүгінгі сәтте жолыққан кез келген бір жанға мен оғаш пікір айтып қоймадым ба, көңіліне келетін дүниені жаңағы қылаң бермеді ме деген сұрақтар біздің көкейімізде тұратын болса, онда міне жақсы қасиеттерден ада болып, жаңағы жаман қасиеттерден ада болып, жақсы қасиеттерді бойымызға сіңіріп отырамыз. Бала тәрбиесінде неге көңіл бөлу керек деп ойлайсыз? Қазіргі балалар жалпы білім мен тәрбиені қатар алып жүр деп ойлайсыз ба? Дана бабамыз, әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби айтады, тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы деп. Қазір көп жағдайда ғылым мен техниканың дамып, сонымен қатар мынау құндылықтардың бәрі құнды қағаздардың аясына қалып қойған кезде, біздің расымен де қазіргі бәріне топырақ шашуға болмайды, бірақ таңның мынау тұрмыстың түйткілімен көп ата-аналарымыз таңнан кешке дейін жұмыс бабымен кетіп жатқан кезде балалары бірін-бірі сүйреп, бірін-бірі тәрбиелеп, өз күндерін өздері көріп жатқан жағдай бар. Енді біз өзімнің негізгі мамандығым мұғалім болғандықтан кейін ұстаз ретінде бізде мектепте мынау үштік одақ деген ата-ана, мектеп, ұстаз арасындағы қарым-қатынас тығыз бір жүйелі жолға қойылған. Сол бағытты ұстана отырып, көп жағдайда біз баланың мынау үйде ашылмаған қырларын мектепте танытуға, не болмаса ата-анасына айта алмайтын сырларын, өзінің ішіндегі көңілінің түкпірінде жатқан бір жасырын қасиеттерін, қабілеттерін мектепте ашуға тырысып жатамыз. Өзімізді тәрбиелей жүріп, баланы тәрбиелесек, бір үлкен, жақсы, салауатты, Абай айтқан толық адам тұлғаны қалыптастырамыз. Жалпы өзіңіз айтыңызшы, тіл маманы ретінде өзге тілдің бәрін біліп, өз ана тілін әлі күнге дейін игере алмай, сөйлей алмай жатқан адамдарға жалпы көзқарасыңыз қалай? Жалпы бұл актуалды тақырыпты жалпы қалай шешуге болады осының жолдарын? Сіздің ойыңызша. Қадыр атамыздың өзі айтпай ма? Ана тілің арың бол, ұятың болып тұр бетте, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте деп. Түрік тілдерінің ішіндегі ең бай тіл бұл біздің қазақ тіліміз, ана тіліміз деп. Сондықтан ана тілін, қазақ тілін құрметтеуді, тіл тазалығын сақтауды біз көп жағдайда мынау халықты тәрбиелеп отырғаннан кейін, халықтың баласын оқытып отырғаннан кейін, ең бірінші ұстаздар қауымына жауапкершілік баса назарға түсіп қойылып жатады. Енді тілін білмейтін, тілді мәңгүрттендіріп жүрген, тек қана мынау ғылым мен техниканың тілінде сөйлейтін замандастар, қоғам өкілдері бар. Өзің орысша бағдарлама көріп отырып, балаңа патриоттық сезімді, патриоттық құндылықты сіңіре алмайсың. Көп жағдайда мынау орыс тілін қосып сөйлейтін замандастарымызға мен кемтар қазақ немесе мәңгүрт деп айтып жатам. Олар оған көп жағдайда намыстанады, кейде маған жаңағы күле қарайды. Бірақ расында да тіл жоғалған ұлттың өзі де жоғалады деп дана ойшылдарымыз тегін айтпаса керек. Енді біздің соншама ой маржаны тізілген қазақ тіліміз болмаса, Әуезовтің Абай жолы әлемге танылар ма еді? Оралханды біз тіл арқылы таныдық. Мұқағалидың өлеңдерін тіл арқылы бойымызға сіңірдік. Бірақ тілдің құнарлығын тек қана ұстаздарға, зиялы қауым өкілдеріне, ақын жазушыларға, мынау бұқаралық ақпарат құралдарына ғана сілтеп қоймай, қай салада болмасын, ең бірінші басқа тілдерді үйретуден бұрын өз тілімізге баса назар аударып, баланы бір 13 жасына дейін таза ана тілінде сөйлеуге бағыттап отыратын болсақ, онда баланың тілі тазалыққа, жаңағы сонымен қатар тілді кірлетпеуге қалыптасады деп ойлаймын. Даналықтың дәні кітапта ғой. Жалпы қандай кітап оқығанды ұнатасыз және кеңес берер едіңіз?
кез келген қазір оқырманға мына кітапты оқы деп бірден төтесінен айта алмаймыз. Себебі біреуі драмаға қызығады, біреуі тарихи романдарды оқысы келеді. Қазіргі екінің бірінен сұрасаңыз, не оқып жатырсың деген кезде бәрі психология, жан ілімі деп жатады. Бірақ адам күнделікті 20 минутын болсын, 10 минутын кітап оқуға арнаса, ол бірте-бірте өзінің күнделікті әдетіне, дағдысына айналып кетеді. Мен енді осы 2 күн бұрын ғана балалықтан даналыққа деген кітапты бастаған болатын. Ол жерде қазіргі біздің бала тәрбиесінде жіберіп жатқан олқылықтарымыз, сонымен қатар баланы қалай тәрбиелеу керек, ол тек қана ата-ана болмасын, мектеп болмасын, жалпы қоғам болып бір-бірімізді қалай тәрбиелеу керек, сол жөнінде кеңінен айтылады. Алматыдағы баспадан Бесен және болмыс деген кітап шықты деп естіп, бірден жаңадан шыққан кітаптарды алуға тырысамын. Соның ішінде пәлсапалық, біздің бұрынғы ойшылдардың, даналардың кітаптарын қайталап оқи беруден жалықпаймын. Осы соңғы 1 жылдың ішінде мен көп өзім ой тұжырым жасап отырсам, Оралхан Бөкейдің шығармаларын, сонымен қатар Шыңғыс Айтматовтың шығармаларын, және де қазіргі біздің тәуелсіздік кезеңіндегі жас ақын жазушылардың шығармаларын көптеп оқыған екенмін. Енді оқу бір бөлек, оны есте сақтап қалу, одан құндылық алу бір бөлек дүние. Кейбір замандастарымыз болады, кітапты оқиды, ішіне өз кітабы болатын болса, жеке қорындағы жаңағы сызып, белгілі бір жерлерін есіне сақтап отырады. Енді әлеуметтік жазбаларыңыздан байқап қалдым, сезім, сенім, сергелдең серт деген көп сөздерді жиі қолданады екенсіз. Жалпы бұл сөздердің бір арнайы мағынасы бар ма? Неліктен жиі қолданасыз? Адамның күнделікті ғұмырында сезім, әртүрлі көңіл-күй жүріп отырады. Ол қалыпты жағдай. Біз сезім арқылы өзіміздің күйінішімізді білдіреміз, сезім арқылы ренішімізді білдіреміз, сезім арқылы сүйе аламыз, сезім арқылы сүйіспеншілікке бөлене аламыз. Бірақ кейде адамның саған деген сенімі, үміті сергелдеңге салып қоятын сәттері болады. Ал өзіңіздің айналаңыздағы адамдарға деген қарым-қатынасыңызда ішкі сертіңізге берік болатын болсаңыз, онда барлық адамзат баласын сергелдеңге түсірмей, сеніммен, сезімге бөліп, сүйіспеншілікпен өмір сүруге болады. Осы 4 сөздің бір-бірімен мағынасы тұтасқанда болады. Енді сенімді де бөлек жазып қоюға болатын еді, бірақ бұлар бір-бірінен ажырамас ұғымдар ғой. Айналамызды сол сергелдеңге салмай ғана өмір сүрген кезде, кейде үміт артқан адамдардың үмітін ақтай алмай жатамыз. Уақыттың тапшылығына байланысты сол кісілердің жаңағы саған айтқан өтініштерін орындалмай жатқан кезде, соларға бір серпіліс болсыншы, өзіңнің барлық айтатын ойыңды сол 4 сөзбен ғана түйіндеп, енді осы ретте сертімнен тайсам да, бірақ сеніміңізге селкеу түсірмеймін деген мағыналарда болып жатады. Оны өзіміздің айналамыздағы құрдастарымыз, құрбыларымыз, жақын бір рухани ортадағы адамдар түсініп жатады. Енді сенім, сезім, сергелдең серт, сонымен қатар өлеңім менің өмірім деген тағы да басқа жаңағы жазбалар арқылы өзің ішкі болмысыңды танытып отыратын кез болады. Осы ретте сертімнен тайсам да, бірақ сеніміңізге селкеу түсірмеймін деген мағыналарда болып жатады. Оны өзіміздің айналамыздағы құрдастарымыз, құрбыларымыз, жақын бір рухани ортадағы адамдар түсініп жатады. Енді сенім, сезім, сергелдең серт, сонымен қатар өлеңім менің өмірім деген тағы да басқа жаңағы жазбалар арқылы өзің ішкі болмысыңды танытып отыратын кез болады. Енді сезіміңіз сергелдеңге салмай, сертке берік жандар сеніміңізді ақтай берсін дейміз. Қымбатты көрермен, ұшпақтағы серуен хабары өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Күн суыса да көңілдеріңіз суымасын.